Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. Сабақтың басында сендер мына фигуралардың ішінен қай түсті фигура артық екен тауып жіберейік. Жарайсыңдар балалар, сары түсті фигура артық екен. Бұл тік бұрышты параллелепипед деп аталады. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы текше тік бұрышты параллелепипед. Сабағымыздың мақсаты тік бұрышты параллелепипедтің орналасуындағы өзгерістерді анықтаймыз. Балалар, параллелепипед сөзін қалай түсініп есте сақтаймыз? Оның құрамын екіге бөлеміз. Параллельді дегенді білдіреді. Бұл грек тілінен алынған сөз екен. Ал пипед жазықтық немесе параллель жазықтықтармен шектелген геометриялық дене дегенді білдіреді. Қандай геометриялық дене екенін түсіну үшін оған кәдімгі кірпіштің пішіні сәйкес келеді. Бұл нағыз тік бұрышты параллелепипед. Қай жағы қалай аталатынын есте сақтауға тура келеді. Бізге қарап тұрған жағы алдыңғы жағы деп аталады. Дәл осындай жақтар артында да бар. Бұл артқы жағы. Бүйір жақтары сол және оң жақ деп аталады. Үстіңдегі жағы үстіңгі деп аталады. Ал фигура тұрған жағы төменгі немесе негізгі деп аталады. Ортақ қабырғалары жоқ тік бұрышты параллелепипедтің екі жағы қарама-қарсы деп аталады. Қарама-қарсы жақтары әрқашан тең болады екен. Тік бұрышты параллелепипедтің қабырғалары бар екі қыры шектес жақтары деп аталады. Балалар, мынау тік бұрышты параллелепипед. Оның ұзындығы, ені және биіктігі болады. Біз текшені білеміз, яғни текшенің де тік төртбұрышты параллелепипедтің де 8 төбесі, 6 жағы, 12 қыры болады екен. Енді оқулығымыздағы 38-ші беттегі бірінші есепті шығарып көрейік. Бұл қорапқа қабырғалары 1 см болатын текшелер салынған. Бірінші қабатындағы 3 қатардың әрқайсысына 3 текшеден орналастырылған. Осындай 3 қабат текшелермен қорапты толтыруға болады. Қорапқа барлығы қанша текше сияды? Яғни біз қораптың ұзындығын, енін, биіктігін көбейтуіміз керек екен. 3-ке 3-ті көбейтсек 9 болады, 9-ді 3-ке көбейтсек 27. Яғни қораптың ішіне барлығы 27 текше сияды екен. Енді төмендегі дескрипторды пайдалана отырып, қораптарға қабырғалары 1 см болатын қанша текше сиятынын табайық. Жақсы, енді жауабымызды тексеріп көрейік. Сендерде де осындай жауап шықты деген ойдамын. Яғни біріншіге 8 текше, екінші қорапқа 125, үшінші қорапқа 64, төртінші қорапқа 512 текше сияды екен. Өзіміздің жұмысымызды көңілді қарындаштар арқылы бағалап жіберейік. Егер сендерде барлығы түгел дұрыс болатын болса, жасыл түсті қарындашты таңдайсыңдар. Ал егер бір қате болатын болса, сары түсті қарындашты алыңдар. Ал егер сендерде 3 не 4 қате болатын болса, қызыл түсті қарындашты аламыз. Келесі тапсырмаға көшейік. Берілген фигураларға мұқият қара. Жоғарыдан және алдынан қарағанда төмендегідей болып көрінетін фигураны тап және белгіле. Оны берілген көрініске сәйкес фигураны анықтау дескриптормен орындаймыз. Жарайсыңдар балалар. Сендерде де осындай жауап шықты деген ойдамын. Өзімізді көңілді қарындаштар әдісімен бағалап жіберейік. Яғни жауаптарың дұрыс болса, жасыл түсті қарындашты аламыз. Ал қате болған жағдайда сары не қызыл түсті қарындашты таңдаңдар. Балалар, ендеше бүгінгі сабағымызды я немесе жоқ әдісі арқылы қорытындылап жіберейік. Берілген сұрақтарға я немесе жоқ деп жауап береміз. Жақсы, жауабымызды тексеріп көрейік. Бірінші, параллелепипед грек тілінен енген сөз. Я. Екінші, параллелепипедтің алдыңғы, артқы, оң және сол, үстіңгі және астыңғы жақтары болады. Я.
Текше параллелепипедтің 6 төбесі, 5 жағы, 10 қыры бар. Жоқ. Балалар, сендерде де осындай жауаптар болды деген ойдамын. Ендеше үйге тапсырманы жазып алайық. 39-шы беттегі 3-ші есепті шығарып келеміз. Үлгі бойынша тік бұрышты параллелепипедтің жазбасын әзірлейсіңдер. Сабағымызды жетістік баспалдағы арқылы кері байланыс жасайық. Тік бұрышты параллелепипедтің орналасуындағы өзгерісін анықтауды қолданып түсінген болсаңдар, 3-ші немесе 4-ші баспалдақты таңдайсыңдар. Ал егер аздап түсініп немесе түсінбеген болсаңдар, 1-ші немесе 2-ші баспалдақты таңдап кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.